Бұл рецепт, бұл әдіс жөтелгенде балалар мен үлкендерге өте жақсы көмектеседі. Бұл ғажап қоспаны жөтел қысқанда, қолыңызда ештеңе болмай қалғанда, дәрі болмай қалғанда үй жағдайында жасалатын әдіс. Сәлем, құрметті алтындарым! Қалайсыздар? Бүгінгі видеоны, пайдалы видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Менің видеомды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бірінші қоспаны дайындау үшін 1 пияз және 1 стакан сүт керек. Пиязды жақсылап турап аласыздар, ұсақтап. Содан кейін оны басқа ыдысқа салып аласыз. Содан кейін оның үстіне 1 стакан сүтіңізді құясыз. Осыны апарып газге қоясыз. Қашан көпіршігі шығып, бірінші рет қайнағаннан кейін, содан кейін өшіріп тастайсыз. Сосын бұл қоспаны сүзгіштен өткізесіз. Пиязын алып тастайсыз да, сүтін стаканға қалдырасыз. Содан кейін 1 сағат сайын 1 үлкен қасықпен ішесіз. Сізге енді жөтел не проблема. Балаларға да, үлкендерге де беруге болады. Бұл жөтелді тез емдейді. 3 күннің ішінде емдеп аласыз. Енді достар, еш дәрісіз жөтелді емдеп алуға болады. Үй жағдайында кез келген уақытта қолда бар әдіспен, қолда бар тамақтармен осы әдісті жасап алуыңызға болады. Осы әдіс ең қарапайым әдіс, бірақ та әсері өте жақсы. Осыны қолданып көріңіздер жөтел кезінде. Қазір қыс мезгілі, көбіне салқын тиіп, салқын су ішіп қояды адамдар. Сондықтан да жөтелген уақытта дәрі іше бермей, арасында үй жағдайында емделгеніңіз дұрыс. Құрметті достар, мен сіздерді жақсы көремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан аман болыңыздар, алтындарым менің. Достар, видео пайдалы болды деген ойдамын. Басқа достарыңыз жөнінде бөлісе жүріңіздер. Басқа адамдар да жөтелді үй жағдайында қалай емдеу керек екенін біліп жүрсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.